Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біз бүгін жаңа бөлім бастаймыз. Қуат көзін үнемдей білеміз бе? Сабақтың тақырыбы: қуат көзіне не жатады? Сабақтың мақсаты: жаңа сөздермен сөйлем құрайды. Есімдік түрлерін ажыратады. Ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықтайды. Жаңа сөздермен жұмыс. Сөздерді менен кейін қайтала. Сөздік дәптерге жазып ал. Қуат көзі, өндір, үнем, шығын, баламалы энергетика. Сөздермен сөйлем құра. Екі дұрыс сөйлем, екі ұпай. Енді біз бүгін тілдік бағдар өтеміз. Есімдік және оның түрлері. Есімдік дегеніміз зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөз табы. Есімдік мағынасы алдындағы сөйлемге байланысты анықталады. Есімдік 7 түрге бөлінеді. Жіктеу есімдіктері. Олар: мен, сен, біз, сендер, сіздер, олар. Сілтеу есімдіктері. Бұл, сол, мынау, осы, міне, анау. Сұрау есімдіктері. Кім, не, неше, қай, қалай және қашан. Өздік есімдіктері. Өз, өзім, өзі. Болымсыздық есімдіктері. Ешкім, ешқашан, ешқайда, ешқандай. Жалпылау есімдіктері. Бәрі, бүкіл, барлық, бүтін, түгел, күллі. Белгісіздік есімдіктері. Кейбіреу, әлде қайда, әлде қандай, әрқалай, әлде не. Келесі есімдік құрамына қарай дара есімдік. Мысалы: мен, сен, ол, өз, бұл, сол, мынау, кім, не, барлық деген дара сөздердің барлығы дара есімдікке жатады. Күрделі есімдік екі сөздің бірігуінен жасалады. Мәселен: ешкім, әрқалай, әлденеше, ешқашан, қайсы бір. Енді есімдік жасалу жолдарына қарай негізгі есімдік және туынды есімдік болып екіге бөлінеді. Негізгі есімдіктер біз, сендер, ол және тағы да басқа. Және туынды есімдіктер барлық, бәрі және тағы да басқа. Енді мәтінді оқып, қою қаріппен жазылған есімдік түрлерін ажыратып жаз. Мәтінді мұқият оқиық. Бұл, өз, барлық, бірқатар сөздерін есімдік түрлеріне ажыратайық. Әр дұрыс жауап 1 ұпай. 5 дұрыс жауап 5 ұпай. Келесі тыңдалым дағдысы. Мәтінді тыңдап, ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықта. 20 ғасырда пайда болған жасыл экономика табиғи қорды тиімді пайдалануға, оны сақтауға бағытталған. Қуат көзіне энергияны үнемдеу үшін экологиялық қауіпсіз, арзан технологияларды қолдану керек. Соның есебінен болашақта көптеген нәтижеге қол жеткізуге болады. Жасыл экономиканың халықты жұмыспен қамтуда да пайдасы көп. Баламалы энергетиканы табу керек. Ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықтаймыз. 5 дұрыс жауап 3 ұпай, 4 дұрыс жауап 2 ұпай, 2 1 дұрыс жауап 1 ұпай. Оқушылар, біз сонымен бүгін есімдіктің
түрлерін анықтадық. Жаңа сөздермен сөйлем құрадық. Ақпараттың дұрыс-бұрыстығын анықтадық. Сонымен бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.